240 санының 10%-ын табу керек бізге. Жалпы кез келген санның 10%-ын табу ол өте оңай. Өйткені 240 деген санды біз 10%-ын табу үшін 10-ға бөлсек жеткілікті. Неге? Өйткені 10-ға бөлеміз? Өйткені 10% ол 100%-дің ішінде 10 рет кездеседі. Яғни 10-ды 10-ға көбейтсек 100 шығады ғой. Сол себепті біз 240-тың 10%-ын табу үшін біз 10-ға бөлсек жеткілікті. 240-ты 10-ға бөлсек, яғни соңында 1 нөл түспей саламыз, 24 шығады. Міне, бізге мына дұрыс деген белгі береді. Енді 240 санының 5%-ын табу керек. Енді біз 240-тың 10%-ын тауып алдық қой. Ол 24 шықты. Ал енді 10%, мынау 5%. Енді 10%-ы белгілі болса, 5% мынау 10%-ның жартысы ғой. Олай болса 24 деген санның жартысы қанша? Ол 12. Міне, сонда 240 санның 5%-ы ол 12-ке тең болады. Өйткені 10% 24, 5%-ы бұл 10%-ның жартысы 5% болса, табылған санның 24-тің жартысы ол бізге 5%-ды береді, сонда ол 12-ке шығады. Енді осыны ескере отырып, біз 240 санның 75%-ын табайық. 75% табу үшін бізге 10% бізде белгілі ғой, ол 24-ке тең болады. Енді 75 шығу үшін бізге 10%-дан бізге 7 керек. Сосын енді 10%-дан бізге 7 болса, ол бізде 70% болады ғой. Одан кейін бізде тамында 5% бар. 5%-ды 70-ке қосып жетсек, 75% шығады бізге іздеп отқан санымыз. Олай болса, біздің тауып алған 10%-ымыз 24 қой. Сол 24-ті көбейтіп жіберейік 7-ге. 7 рет көбейтсек, бұл 10%-дан 7 болсақ, 7 болса, бізде ол 70%-ымыз шығады. Сонда мынаны көбейтетін болсақ, біз енді бағандап көбейтеміз, 24 көбейтеміз 7-ге, 28 екісі ойда, 7-ге 2 14, ойдағы мен 16 болады. Бұл бізде 168 болады. 168 ол бізде 70% болады. Ал 70%-ға енді біз тағы 5% қосып жіберсек, яғни ол бізде 12-ке тең ғой санымыз. Сонда 168-ге қосамыз, тағы да біз 12 қосып жібереміз мерде бағандап. 11 ойда, мерде 6-ға 1 7, ойдағы мен 8 болады. 168. Сонда біздің іздеп отқан санымыз 75% табу үшін осы амалдарды орындаймыз. Сонда ол бізде 180 деген шығады. Мұнда енгізіп көрейік. 180 деп енгіземіз. Бізге дұрыс деген белгі береді. Жалпы бұл бізге кез келген санның 10%-ын табу үшін, 5%-ын табу үшін бізге осыны жаттығу орындаймыз. Тағы жаңа есеп басайық. Міне 290 санының 10%-ын табу керек. Әрине ол 29-ның өзі болады, өйткені 10-ға бөліп жібереміз ғой. 290-ды 10-ға бөлген кезде соңында 1 нөлді алып тастаймыз. Сонда 29 шығады. Енді біз бұның 5%-ын табамыз. Әрине 5%-ын табу үшін 29-ды 2-ге бөлеміз. Біз 12-ге бөлсек 14,5 болады. Тексереміз. Бізге ол дұрыс деген бізге белгі береді. Енді осыны ескере отырып, 290 санының біз 55%-ын табу керекпіз. 55% табу үшін біз 10%-дан біз 5 алу керекпіз. Олай болса, біз 29-ды көбейтеміз 5-ке. Сонда бізде ол 50% шығады. 50% шыққаннан кейін біз оған 5%-дан біреу қосып жібереміз. Сонда 55 болады жалпы бізде. Мұнда 29-ға көбейтеміз 5-ті, ол бағандап көбейтеміз ғой. Мұнда 45, 4 ойда болады. 4 ойда 5-ке 2 10, ойдағы мен 14 болады. Жақсы, ол 145. Бұл жалпы бізде мұнда 50% тап десе, мұнда бізде 55 сұрап тұр ғой. Ал егер біз 50% тап десе, біз бірден 29-ды 5-ке көбейттік, 50% тауып алдық. Ол 145 деп мұнда жауапты енгізетін боламыз. Ал бізде 55% табу керек. Ал 55% табу үшін біз 50%-ға 5%-дан бір сан қосып жібереміз. 145-ке қосамыз, тағы да 14,5-ті. 145-те үтір жоқ қой. Оған үтірді өзіміз қойып, артынан бір нөл қосып жібереміз. Бұлай жасауға болады жалпы.
екеуін бағандап қосамыз. Мында 5 бот үтірді тура астынан бірдей түсіреміз. Мында үтір 5-ке 4-ті қосамыз 9, 4-ке 1 қосамыз 5, мында 159,5 жауапқа біз жазамыз 159,5 деп жазамыз. Жауапты енгіземіз. Мында 159 үтірдікте қоямыз 5. Мына дұрыс деген белгі береді. Егер біз басында бір есепте қате шығаратын болсақ, мында жаңа есеп болса тағы да мына 70 деген шығады. Мында біз 7 негізі болды, бізде 7 болады ғой. 7-міз қате деп 5 енгізіп қоятын болсақ, бізге мына x деп белгі береді да, біз келесі мынау 5%-ын табуға өте алмай қаламыз. Сол үшін бірден мына жауапты дұрыс табу керек болады. 7 деп дұрыс табамыз. 7-ның 5%-ын табамыз, ол 3,5. Егер осы жерде біз қателесіп жауап дұрыс енгізбесек, тағы да біз келесі санға келесі турға өте алмай қаламыз. Сол үшін есептің барлығын дұрыс енгізу керек болады.